Абай Құнанбайұлы, 4-ші қара сөз. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін. Әрбір мас кісіден ғафил көп өтетұғынында. Әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауратұғынын. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не ұят келерлік істен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилдік көп өткізіп елемеген кісінің не дүниеде, не ахиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жақынырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кеніш болса керек. Енді олай болмағанда, үнемі уайым қайғымен жүре аламыз ба? Үнемі уайым қайғыға шыдай аламыз ба? Үнемі уайым қайғыға жан шыдай ала ма екен? Үнемі күлмей жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғымен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа уайым қайғы қылдағы. Сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орында харекет табу керек, һәм қылу керек. Әрбір орынды харекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкімен азайтпа қайғыны, орынды харекетпен азайт. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ өзі де бір антұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме, ыза болғаныңнан күл. Ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзіңде салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылығынан тапқандығын ғибрат көріп күл. Әр ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ. Оның ішінде бір күлкі бар ау. Құдай жаратқан орныменен, іштен, көкіректен келмейді. Қолдан жасап, сыртыменен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, киіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей. Бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күніңде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп тіленіп, адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуел Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң қара жерде береді, құр тастамайды.